ортада тұрған бірінші осы сіздерге негізі көріп тұрғаныңыздар тегін келген зат десем. Оппа, бірақ ұйықтайтын киім сияқты сезініп тұрмын. Тағы да сәлем достар, каналымызға қош келдіңіздер. Бүгін бізде көптен күткен AliExpress-тегі товарларымыз келіп қалды. Бүгін соны біз сіздермен бірге ашып көретін боламыз. Сонымен қатар мен бұрын берген товарлардың ішіндегі пайдалы заттарымды көрсетіп, және де спорды қалай ашу керек, немесе ақшамызды қалай қайтарып алу керек деген сияқты сіздердің тағы да басқа сұрақтарыңызға, яғни монтажды немен жасайсың деген сұрақтарға мен бүгін қазір жауап беретін боламын. Олай болса көп сөз қояйық. Мінекей достар, біздің көптен күткен AliExpress-тен келген товарларымызды ашатын уақыт келіп қалды. Көріп тұрғандарыңыздай ашатын товарлар жетерлік, сонымен қатар үлкен десек те болады. Көп сөз қояйық. Ең алғашқы ортада тұрған бірінші товардан бастай берейік. Қалғандарын жан-жақ ашып тастайық. Мінекей достар, біздің ең алғашқы товарымыз пішікті. Ашуды бастайық. Ішіндегісін кесіп алмау керек. Ой-ой, қолыма тығылды. Ай, бой. Сіздер де бүйтіп ашып атқан кезде абай болыңыздар. Оппа. Ой-бой, мұны шықпайын деген. Есіме түсті, не бергенім. Айтып беретін болым, бұл не екен? Достар, бұның атын мен де қатты точно білмеймін, бірақ цветінің аты Ice Blue деп аталады. Яғни бұл түнде украшение, яғни қазір біз USB портқа тығатын болсақ, бұл жанады. Яғни бұл машинаны әсемдеуге, немесе есіктің жан-жағын көрген болсаң, мысалы тиктокерлер, үйлердің осындай жарықтармен әсемдеп қойды. Бұл дәл сол жарық. Мұның примерно бұл 2 метр деп болады. Мен заказ бергенде 2 метр заказ берген тұғымын. Яғни міне мына жердегі ұшы USB-ге бай. Мен бұл үшін әдейі осы товардың келетін біліп, Powerbank дайындап қойдым. Қазір тығып, сіздерге қалай жанатын бәрін көрсететін боламын. Бұл товарды мен примерно 2000 теңге деген заказ берген болатынмын. Бір көптеген цветтерге таңдау берді өздері, яғни қызыл цвет, сары цвет деген сияқты. Мен бұл жерде Ice Blue дегенді алдым, яғни ашық көк цвет бұл. Ал қазір сынап көрейік. Просто жайып алайын, әдемі сіздерге көріну үшін. Күндіз былай қатты көрінбейді, бірақ түнде жақсы жанады. Мына жерде сіздерге былай көрінбей тұр қазір. Негізі мынау көріп тұрғандарыңызда жанды уже камера. Өшірген кезде білінеді уже. Мына көрдіңіздер ме? Там. Вот. Күндізгі қалай жанғандарын көрдіңіз, енді прям качествосы әдемі көрініп тұр. Әдемі екен. Вот енді қазір біз түнде қосып көреміз. Түнде болғанда свет өшіріп берген мо. Қазір мен свет өшірдім, USB-ні таппайдым. Оппа, міне, достар. Қалай жанатынды. Яғни сіз машинаңызға да осылай жан-жағын, есіктің жан-жағын өсіп, былай түзу, былай әсемдеп қоятын болсаңыздар, басқа жақтар рульді ма, білмеймін енді, бірақ әдемі болып тұрады. Машинаның ішіне мен сол машинаның ішіне былай қызығып алған болатын, бірақ машинам жоқ, өкінішке орай дейсің. Бөлмелерді әсемдеп қоюға, ноутбугым жан-жағын әсемдеп қоюға керемет нәрсе. Ең алғашқы товарымызды біз осылай аштық. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Точно ұмытып қалдым, 2000 теңге, 3000 теңгеге заказ бердім. Ертең видеода өздері сізге сөйлетіп шығатын болады. Керемет нәрсе. Опа. Ал біз келесі товарға көшейік, свет жағып. Так, достар, мына жерде бір қателік кетті. Кешірім сұраймын. Мен мынандай товарларды, тағы 2 товарды ашып сіздерге түсіндіріп жатыр екенмін, бірақ мен видеоны қосуды ұмытып кетіппін. Сөйтіп мына өзіме сөйлеп, видео қосылмаған, кімге түсіндіріп отқанын білмеймін, өзіме сөйлеп түсіндіріп жатырмын. Сөйтсем мына видеоға түспегені маған сосын барып білдім да. Потом ауыздарына ашық жыртық тұр, бірақ сіздерге қайттан таныстырамын. Сіздер дым болмағандай көріп отыра беріңіздер ме? Одан кейін менде мынау кішкентай нәрсе шықты, сіз онан ұшына тығатын негізінде бұл ше. Бірақ мен бұны басқа бір эксперимент үшін алған тұғыммын. Дым болмағандай отыра беріңіздер. Өзімде бір түрлі отырмын кез. Міне мынаның бүйтіп ұшына бүйтіп тығатын нәрсе, негізінде. Бұл сіздерге қатты қызық емес. Алға кете берейік. Бұл товар жоқ дей салыңыздар. Кеттік.
Бізде екінші товар деп бастай берейік. Бірінші товар жаңа бізде мынау жанатын нәрсе болған тұғын. Вот бізде екінші товар, достар, бағана айтып жатып қойғанда фук. Достар, мен анименің үлкен фанатымын, яғни анимешникпін. Мынау Нарутоны көргендер болатын болса бірден таниды, яғни мынау бандан. Басқа тағатын типа Наруто әлемінде, ниндзя әлемінде. Мынау бізде Пейннің басына тағатын банданы, яғни мен сол Яхико үшін алған болатым. Сол маған ұнайтын ең қатты персонаждардың бірі, яғни Яхико мен Обито. Бірақ осы дождікі маған қатты ұнайды, сол үшін өзіме осыны заказ берген болатынмын. Бұны сіздер Алиэкспресстен егер өздеріңе ұнайтын болса, мен кәдімгі бағасын қарам, примерно 700-800 теңгеге дейін заказ бере аласыздар, немесе одан арзанда тауып алсаңыздар болады. Бұл ондай материал, мына материал жақсы да, бірақ мынау майысып кетеді екен. Мен бағана түсіндіріп жатқанда сіздерге түсіндіріп жатырмын, негізі дәл осы, бірақ видео как түспей қалыпты, мен басында ұмытып кеттім. Вот осындай, мынау Яхиконка. Қазір мен сіздерге басыма киіп көрсететін боламын. Ал достар, міне біз қазір банданы киіп көреміз. Анимедегідей бола ма, болмай ма? Өздеріңіз комментарияда бағасын бересіздер, егер ұқсамайтын болса, ұқсамайды. Ой, анимедегідей бола ма, болмай ма? Хопа. Жоқ, нормально. Да, бірақ анимедегідей болмайды. Бірақ нормально екен, мен датау бүйтіп нормально болады деп ойлаған жоқпын. Типа уродский бір нәрсе болады деп ойлағам. Бірақ болады екен, бірақ енді әрине көшеде бүйтіп лағып тағып жүрмейміз. Сонда да бірақ фан ретінде былай заказ беріп достарымызға көрсетіп деген сияқты болады. Мен айналамдағы адамдардың көбісі анимешниктер, мысалға алатын болсақ, сол кісілерге былай көрсетіп, там кішкене мақтанып деген сияқты. Вот. Заказ берсеңіздер болады. Міне достар, мен сіздерге киіп көрсеттім. Егер ұнатсаңыздар, заказ беріңіздер. Ал достар, міне біздің екінші товарымыз осымен тәмам. Келесі үшінші товарымызға өте берейік. Кеттік. Ал достар, келесі товар бұл бізде, мен жаңа айттым, видеоны қосуды ұмытып кеттім деп, сол үшін бұл да ашық тұр уже. Бұл товарды сіздер мен алдында Алиэкспресстен қалай заказ беру керектігін түсіндірген кезде сіздер бұл товарды менен көріп қойған болатынсыздар. Яғни сіздер айттыңыздар, типа комментарияға сіз Танжероның киімін заказ беріпсіз ғой деген сияқты. Я дәл солай. Танжероның киімі маған келді. Хоппа. Түсінбейтін адамдар болатын болса, бұл да анимеге байланысты. Яғни жаңа айттым, мен анимешникпін деген сияқты. Бұл Клинок рассекающий демонов деген анимедегі басты персонаж Танжероның кимоносы. Үстіне киетін. Мен сізге қазір бұның қанша тұратынын, материалы қандай екенін бәрін түсіндіріп беретін боламын. Бұны мен Алиэкспресстен примерно 3000-4000 теңгеге заказ бердім. Мына жерге шығады. Точно бағасы сол жерден біле аласыздар, достар. Вот. Бұл қазіргі мына жердегі мен экраным сыймайды, сондықтан да мен бұны қазір өзім үстіме де киіп көрсетемін. Яғни мына қолдары ұзын, жеңі, жеңі дейтін балақ дей ма? Жоқ, жеңі дәу короче. Қазақша түсіндіре алмадым. Вот. Тігісі әдемі тігілген, матасы да керемет, бірақ енді жұп-жұқа, слишком жұп-жұқа. Қазір мен сіздерге бұны үстіме киіп көрсететін боламын. Ал достар, мен үшін звездный час, өткені мен бұл товарлардың үшін ең қатты ұнатқаным осы Танжероның кимоносы. Қазір маған қалай тұратынын көретін боламыз. Так. Бұл да енді бір қатты әдемі болады деп ойламаймын, бірақ ана пижама болып қалды ғой. Нормально. Сәлем салып тұрдық. Да, как-то пижама, да? Ұйықтайтын киім сияқты сезініп тұрмын, бірақ шынымды айтсам, ондай далада киіп жүретін кимоно сияқты емес, бір ұйықтайтын киім сияқты шынымды айтсам. Оп, киіп көрсеттім. Кеттік ары қарай. Келесі товарымызға көше берейік. Келесі товарымыз. Примерно ішінде не екенін біліп тұрмын, өйткені товарлар қазір бізде осы соңғы екеуі қалды. Мен бағана айтпақшы, сіздерге бір қызық нәрселер көрсетемін деген болатын. Бұрын заказ берген заттарымды да мен сіздерге қазір көрсететін боламын. Ол сіздерге өте пайдасы тиеді ол заттардың да. Мынау зат есіме түсті. Ол достар бізде аптекаларда 10.000, 6.000 сатылатын заттар. Мен бұны Алиэкспресстен 2000 теңгеге заказ бердім. Сенесіздер ма? Бұл бізде как-то белді тіке ұстауға көмектесетін зат болып табылады, тартып тұратын. Яғни белдеріңіз, мысалға мен кішкентай кезімде компьютер көп ойнадым. Компьютерді көп отырмын, сондықтан менің белім, иығым былай төмен қарай түсіп жүретін болды. Яғни иығымды көтеріп жүрмеймін, иығымды төмен қарай түсіріп жүремін. Сондықтан да бұл нәрсе маған көмегін тигізетін болады. Яғни иыққа осылай киіп аласыздар. Мен бұны сіздерге до и после деген сияқты көрсететін боламын. Яғни
киіп тұрған, кимей тұрған деген сияқты осылай тағып аласыздар да иықтарыңызға. Бұл сіздер иықтарыңыздың төменге түсірмеуіне көмектесетін болып табылады. Дәл қазір мен сіздерге кимей тұрған кезімдегі және киіп тұрған кезімдегі түрімді көрсететін боламын. Мына качествосы енді өте керемет. Ұстағанға да прям мына жер кожа. Көрсететін боламын. Ал кеттік, киіп көрейік. Ал достар, міне қолымда тұр. Қазір мені иығымды тұрғанын көріп алыңыздар. Міне иығым түсіп кеткен деген сияқты. Мен өтірік істеп жатқан жоқпын. Мен шынымен де осында иығым былай салбырап қалған. Мен осында қазір мынау арқылы ежедневный кию арқылы мен иығымды түзететін боламын. Жоқ, иығымды мен потом өзім осы арқылы жөндетемін. Просто мен сіздерге қазіргі уақытта кигендегі қалай өзгеріс болатынын көрсететін боламын, жарай ма? Хопа. Достар, в общем, көріп тұрғандарыңызда иықты қараңыздар. Түспейді, никак түспейді. Өтірік істеп тұрған жоқпын, достар. Шын айтамын, міне. Мен қазір сенбесеңіздер, мен мына аяғымда тұрмын. Бірақ бір жаман жері бар. Мына жақта тұр да, қатты қысып енді ыңғайсыз екен, мына екі жақта тұр. Кәдімгідей бірақ иық түсірмейді, шынымен де мына эффективность қараңыздар. Мен бағана иығым 3 бұрыш болып тұр да, қазір 4 бұрышта қой. Керемет екен, шынымен де. Бірақ енді білмеймін, мынау как-то искусственно жүрген сияқтымын, өзім бүйтіп қатайып өтірік дене шығарып алған сияқтанып. Да? А так былай нормально. Вот. Живем. Мына көрініп дауысты көрдіңіздер ба? Кетіп жатыр. Осы енді примерно апта сайын күнде киіп жүрсеңіздер, иықтарыңыз орнына келеді. Бірақ өтірік емес, шынымен де иықтарыңыз орындарына келеді. Все, енді примерно келесі апта емес, бірден орнына келіп кетпейді енді. Алдағы уақытта біраз уақыт өткеннен кейін осының пайдасы болды ма, болған жоқ па сіздерге айтатын боламын. Егер иықтарыңыз осылай, типа менікі сияқты бүйтіп түсіп, немесе 3 бұрыш болатын болса, осыны алып 4 бұрышқа болыңыздар. Ох, қалай кетті. Иә. Достар, қазір шынымен де алып, заказ беріп алып алсаңыздар болады. Өткен аптекада мен көрген кезде бірден 6000 теңгеге көрдім. Сосын бір Қытайдың бір китайский бір емхана болады, ине салатын бұл сол жерде тұрды. Ол жерде вообще 10 000 теңге ма болып тұр бұл. Соны көрдім, дәл сол жерде Алиэкспресті аштым, бірден дәл сол нәрсе мынау кәдімгі сол жақтағы бір deyip прям мына 2000 теңгеге алдым, сол жақта 10 000 теңге деп тұрған нәрсе. Сондықтан да заказ беріп алсаңыздар болады. Ал достар, міне қалай екенін көрдіңіздер. Бұл енді былай шегере тұрайық, келесі тағымызға көшейік. Бұл достар, мен бағана баста айтқан кезде бұрын заказ берген заттарды көрсетсем деген болатын. Яғни бұл менде маған вообще Алиэкспресстен тегін келген зат десем де болады бұны. Өйткені мен бұл да киім ішіндегі, бұның тігісіне мен көңілім толған жоқ. Сондықтан да мен спор аштым. Сол спордың арқасында маған бұл кісілер менің ақшамды қайтарып берді. Қазір қанша қайтарды, бәрін көрсететін боламын. Қандай кейін маған кезінде екінші курсымда, мен қазір 4-ші курс оқимын, екінші курсымда Алиэкспресстен мына киім ұнаған болатын. Яғни бұл как-то ветровка сияқты, бірақ жұқа, өте жұқа. Әдемі енді прям. Әдемісіне әдемі. Бұл мен Алиэкспресстен мен бұны примерно 5,5 теңгеге заказ бердім. Қателеспесем, иә. Бұл қазір бағана бағасын көрейін десем, бұл сатылмайды екен. Мына жерге бірақ қойып кетем, уже товар закончился деген сияқты тұрды. Мен бұл жерде бұл товардың тігісі маған, міне көрсеңіздерге вообще ұнамады. Міне көріп тұрғандарыңыздай жіптері ағылайын деп тұр. Мен вот осыны продавецке спор ашып айттым, мына тігістеріңіз ұнамайды деген сияқты суретке де түсіріп жібердім. Айттым, типа спор ашам, короче, ақшамды қайтарыңыздар деген сияқты қылып. Потом ол кісілер маған жауап келді, яғни сіз товарды өзіңізге қалдыра беріңіз, яғни спорда алып тастаңыз деген сияқты қылып, маған мына товарды берді, және де маған өзімнің 5,5 теңгемді қайтарып берді. Маған ол примерно бір 15 күннен кейін ба кейін түсті, ол 5,5 теңгем. Бірақ мына товарды маған өзіңе қалдыра бер деді. Потом мен бұны ұялмай киіп жүрдім. Я кидім, енді тегін келіп тұрған зат болғасын. Бірақ енді мен сіздерге совет бермеймін, типа заттарды беріп алып, әрқайсысына спор ашып тастай беріңіз деген сияқты емес. Егер товар берілген товардың шынымен де сізге көңіліңізден шықпаған болса, бірақ спорды ашыңыздар, потом ақшаларыңызды қайтарып алыңыздар. Кейде бірақ продавецтер ақшаңызды қайтарады, бірақ бізге товарды бірінші қайтар деп айтады. Ондай да продавецтер болады. Барынша өздеріңізге ұнайтын зерттеп, тексеріп алып заттарыңызды бересіздер ғой. Негізі былай жақсы, просто тігісі ғана ұнамады да маған, сол үшін мен ақшамды қайтарып алуыма тура келді. Яғни мен мынандай нәрсеге 5,5 теңгемді қиғым келген жоқ деген нәрсе. Бірақ бұны ұялмай кидім, мойындаймын. Кішкене ұятсыз бұл. Қазір бұны да мен сіздерге киіп көрсетейін, егер қаласаңыздар. Смело.
Достар, міне бұл енді айттым, менде көп уақыт жатып қалды, қыржым барынша. Мен сізге әшейін қазір киіп көрсем қалай тұратын. Өте жұқа, былай үстіге іліп алып кетуге жақсы. Тегін алып алған затты ұялмай көрсетіп тұр дейсіздер ғой. Дәл осындай міне. Қытадағылай тұрайын ба? Я, достар, міне менің спорды қалай ашып, спордан жеңіп алғым десем де болады. Спор яғни екі арадағы қырқыс деген сияқты. Бірақ AliExpress әрқашанда клиентті қолдайды, яғни продавецтерге ақшасын бер деген сияқты нәрсе оларға талап етіледі. Клиенттің ақшасын қайтар деген сияқты. Бірақ егерде сіздер затты беріп алып, оларға әрқайсысына спор аша беретін болсаңыздар, сіздердің AliExpress-тегі оценкадан түсіп кетеді, яғни сіздерге одан кейін товарды жібермей қою мүмкін вообще. Өтірік істейді, алаяқ деген сияқты ше. Олай вообще жасамаңыздар. Егер товардан шынымен ұнамаса ғана өздеріңіздің ақшаларыңызды қайтаруға тырысыңыздар, жарай ма? Вот, все. Келесі товарымызға көшейік. Достар, мен бағана айтқанымдай сіздерге керек болады деген нәрсе. Мынау. Мен бұны тоже, мынау мен почти бірге заказ берген болатын екінші курсымда. Бұл менде ол кезде мен iPhone 6 ұстап жүрдім. Ойлаңыздаршы, менің суретімді Қытайдан осылай чехолға салып жүреді. Мынау тұрған мен мысалға. Қарап тұрсаңыздар. Мен AliExpress-те ақтарып жаттым. Потом осындай бір чехол тауып алдым. Яғни сіздің өзіңіздің қалаған суретіңізді чехолға салып береді. Примерно мен бұны 700 теңгеге дейін заказ бердім. Қазір білмеймін бағасы қанша болған, мына жерге қазір қойып кетемін. Бағасы қанша екенін, қай жерден заказ бере алатыныңызды бәрін көрсетемін. Ол кезде мен iPhone 6 ұстап жүрдім. Қазір мен даже Акацкий, тағы Наруто уже болған уже келмей қалды. Сондықтан да бірақ чехолды алып қалуға тура келді. iPhone 6-ды құрттым да, бірақ чехолды өзіме ұнағасын алып қалдым. Егер сіздер де өздеріңіздің чехолдарыңызда арттарында өздеріңіздің тұрғанын қаласаңыздар, дәл осылай арзан бағада заказ берсеңіздер болады. Мен мысалы шынымды айтайын, 700 теңгеге бердім. Бірақ қазіргі баға бұл қымбаттауы мүмкін. Ойлаңыздаршы, мысалға еш жері сынбаған, мен 2 жылдай тақтым. Еще қазір 1,5 жылдай өзімнің қолымда жүр әлі. Еш жері сынбаған, тастай кәдімгі жан-жағын бәрі қорғалған. Керемет. Көбісі ойлайды, енді AliExpress-те Қытай деген сияқты заттардың бәрі быт-шыт болады деген сияқты, бірақ керісінше заттары көбісі качественный, заказ берсеңіздер болады. Достар, бүгінге келген товарлардың легі маған осындай. Мен жаңағыдай көріп отқандарыңызға видеоны түсіруді ұмытып кетіп, қазір шынымды айтсам шаршап отырмын. Міне, көріп тұрғандарыңыздың барлығын сіздерге көрсеттім. Келген товарларымды барынша. Жақын арада маған примерно 6-дай товарлар келіп жатыр. Олар өте қызық товарлар. Қазір нәтижесінде суреттерін көрсетіп кетемін. Келесіде мен соларда распаковка жасап, оларды вообще көрсететін болдым. Қалай жұмыс істейтіндерін барлығын кілең қызық товарларды заказ берген болатынмын. Мен қазір видеоны осылай аяқтаймын. Егер сіздерге видео ұнаған болса, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, каналға тіркеліңіздер. Сосын достар, мен қазір көпшілігінің тағы да бір сұрақтар қойған болатын. Маған видеоны немен монтаждайсың деген сияқты. Мен соны қазір сіздерге көрсететін боламын. Егер қызық дейтіндерің болсаңыздар ғана қалғандарыңыздар лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркеле берсеңіздер болады. Ал достар, мінекей Adobe Premiere Pro деп тұр, яғни осы бізде видео монтажға арналған программа. Сіздің мощный ноутбук немесе компьютеріңіз болу керек, себебі бұл программа мынау деп айтайын ба, слабый компьютерлер бұл программаны көтермейді, өйткені бұл программаның жұмысы өте ауыр десем де болады. Мына тұрған бізде дайын видеолар, осыларды сіздер дайын видеоларды музыкалармен біріктіріп монтаждай берсеңіздер болады. Ең алғашқы Adobe Premiere Pro-ға кірген кезде, мына жерде мен жасаған проекттерім тұр. Мен проекттерімге ешқашан нормальный аты қоймаймын. Бірақ сіздер Adobe Premiere Pro-ны жазып алғанда сіздерде бұндай тұрмайды. Сіздер New Project деп басып, өздеріңіздің видео монтаждарыңызды жаза берсеңіздер болады. Ал екінші ол бізде Adobe After Effects. Adobe After Effects дегеніміз ол бізде Premiere Pro-ға қарағанда қиын, және де қысқа метражды видеолармен жұмыс істейсіздер. Себебі бұл жерде мынау видеоны монтаждайтын болса Premiere Pro, ал After Effects бұл бізде эффект қосатын болып табылады. Одан кейінгі Photoshop, Adobe Photoshop. Adobe Photoshop атайтын тұрғандай суретке Photoshop жасайсыздар. Яғни көрген боласыздар, менің видеоларымның беттерінде обложка, баннерлері тұр. Соларды мен осы программа арқылы жасағанмын. Мінекей достар, мен сіздерге қандай программамен монтаждайтынымды көрсетіп бердім.
Достар, мен сіздерге товарлардың барлығын ашып көрсеттім, түсіндірдім, қанша тұратынын барлығын айттым, спордың не екенін айттым, сонымен қатар немен монтаждайтынымды сіздерге түсіндірдім. Сіздерге барлығы түсінікті әрі қызықты болды деген ойдамын. Осымен біз видеомызды аяқтаймыз. Ал сіздер болсаңыздар лайк басуды, комментарий жазуды және де каналға тіркелуді ұмытпаңыздар достар, жарай ма? Келесі көріскенше, бұндай видео әлі былай шығады.